Сәлеметсіздер ме, құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге сүйіктісінің сүрінуі туралы әңгімені әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Екеуінің махаббаттарына қызғана да қызыға да қарайтындар аз болмады. Ғашықтардың қуанышына куә болған достары басқосу тойын көпке дейін жыр етіп айтып жүрді. Жоғарғы оқу орнында оқып жүріп танысып табысқан екі жастың жетсек деген армандар мақсаттарына көп болатын. Айдана 2003 жылы заң институтын қызыл дипломмен бітіріп, көп ұзамай аудандық ішкі істер бөлімінде сарапшы маман ретінде жұмысқа қабылданды. Ал Нурик бұл уақытта өзінің мамандығы бойынша ішкі істер органында жедел уәкіл болып қызмет етіп жүрген. Көз тиді ме, сөз тиді ме, кім білсін. Олардың отбасылық бақытты күндерінің қуанышын әлде бір қырсық қиып түсті ме? Үйлену оңай, үй болу қиын дейтіндей, араларына бір сайтан кіріп алғандай, сөздер жараспай, орталарына әлде бір тылсым сыр орнығып алды. 2004 жылдан маусымынан бастап Айдана көз жастан көл ете жүріп, таро атты балгерлікпен айналысатын көріпкел сымаққа жиі баратынды шығарды. Қу құлқыны үшін арамдық пен аярлыққа именбей баратын кемпір Айдананың басын шырмап алды. Күйеуінің нашар адам өлтір деп қайта-қайта ескерте беру келіншектің жанына маза бермеді. Әйтсе де кемпірдің бұлайша азғыруына не себеп болғаны түсініксіз. Кемпірге күніне 2-3 рет бармаса, басы ауыратындай күйге түсті. Маңайына қара күштің толқындарын топтастырған кейуананың іздегені де осы еді. Сұңғақ бойлы, сымбатына көз сүйенетін жігіттің түр-тұлғасы кез келген қыз жүгіретін бірден жаулап алары сөзсіз болатын. Оны жақсы білетін Айдана амалсыз қызғаныштың қылшыбырына іліккен болуы керек. Ал Нуриктің алаңсыз күн кетіп, түн қайтуы сақшы өмірінде үйреншікті құбылыс деп қабылданатын. 22 жастағы шаңырақ иелерінің төріне озған азғындық күн өткен сайын бір қан құйылы сұмдықты жақындата түсті. Айдана күнделікті жұмысына барып, құқық қорғаушылардың ауыр жұмысына қаныққан сайын қамыға түсті. Себебі күнделікті кісі өлімі мен жауыздықтың неше түрін көзі көріп, өзі фотобейнеге түсіретін. Бойына бала бітіп үлгермеген жас әйелдің жанарына неліктен осыншама қан толып үлгергеніне таңғалмасқа шараң жоқ. Соңғы кездері Айнабұлақтағы пәтерлерінде таныстары да сирек бас сұғатын болған. Осыдан бір шама уақыт бұрын ғой қатар құрбыларынан пәтерлері бір босамаушы еді. Айдана ұжымына қағылез білікті, білімді маман болып қалыптасты. Қызметтестерінің айтуынша, ол көпшіл әрі мейірімді болып көрінетін еді. Ал сайтанның азғыруына тап келген жанды тек қасиетті Құранның құдіретімен ғана құтқаруға болады дейтін діндарлар. Мүмкін солай да шығар, бірақ бір отбасының шырқын кетіріп, олардың қанға бөгеуіне мүмкіндік жасаған жанға қанда жаза лайық. Мұндай жауыздыққа бұрындық болған кемпірдің кесірінен басқа қаншама адамдар жапа шеккені белгісіз. Сол бір қарғыс атқан күні де Айдана жұмыстан соң жолай кемпірдің үйіне соққан. Бүгіннен қалмай істі тындыр, өзіңнің қолың бармаса біреуді жалда, олай етпесең өзің құрыйсың сорлау деген соң неге болса да бел шешкен келіншектің көпке дейін алабұртып мазасы болмады. Ол Нурикті әдеттегідей ұзақ күтті. Түн жарымында келіп ас суын ішпестен төсекке құлай кеткен оның сәлден соң қатты қорлы естіле бастады. Күйеуінің әр қимылын қапсыз баққан Айдана орнынан жайлап тұрып, дайындап қойған қайшыны қалай қолына алып үлгергенін өзі де байқамай қалды. Басына сан түрлі сұмдық ойдың жетегімен басқан әр қадамы Нуриктің жас ғұмырын қысқарта түскендей. Ауыр жұмыстан қажып шаршап жатқан жігітті ғайыптан бір күш келіп оятып жібергенде тірі қалуы да ғажап емес еді. Шалқасынан жатқан оның жүрек тұсына қорс еткізе қайшыны бойлата салған Айдана өзі де қорыққаннан кері секіріп түсті. Ұйқысынан мәңгіге ояна алмаған Нурик аз кем қырылдап барып жан тапсырды. Есін жия салысымен Айдана дереу балгер кемпірге қоңырау соқты. Енді не істеймін? Ақыл қосыңызшы,
деген оның жыланышты даусына кемпір түнделетіп келетін, ешқайда шықпауын сұрады. Уәделі уақытта ол да жетті. Екеулеп жүріп мәйітті кілемге ораған олар Айнабұлақтың адам сирек жүретін қараңғы көшеге қиылысына апарып тастайды. Кілемді қайта көтеріп үйге келген соң кемпір мен туралы дәм деп жақ ашушы болма, мен бәрін біліп отырамын, қарғысыма қаласың деп қорқытты да тайып тұрды. Ал Айдана қайдағы қара ниетінің күңіне айналғанын, өзі де қазған орға өзі құлайтынын бағамдай алмай қала берді. Ертесі күні Айдана түк болмағандай жұмысына келді. Ол іште күйеуінің өлімі туралы хабардың келуін күтумен жүрді. Аудандық ішкі істер бөлімінде жеткен суық хабар әлдебір полиция қызметкерлерінің азаппен өлтірілген мәйіті табылғанын жеткізді. Қалтасынан қызметтік куәлігі шығып, оның кім екені де анықталып, жас маманның өлімі туралы жайсыз хабар қала іштен желдей есіп жүре берді. Сарапшылар оны әлдекімдер өлтіріп әкеп тастағанын анық байқады. Мәйіт денесіндегі қатқан қан, ол жақтан жерге қан ізі тамбағаны, оның басқа жерде өлтірілгенін айғақтай түсті. Яғни көше бұзақыларының қолынан мерт болуы екіталай деген болжам жасалды. Құқық қорғаушылар жас маманның мінезіне баға бере отырып, оған қызмет бабында ешкімнің қастасуы мүмкін емес екенін білді де, енді жақын араласқан ортасын тексеруді ойластырды. Бір емес бірнеше рет сұрауға алынған Айдана қайғыдан қара жамылып, өтірік жылап жауап беруден бас тартып жүрді. Қызметтестерінің ішінен Айданаға қаралы хабарды естірткенде жақынынан айырылған жандай қатты күйзелмегенін аңғарып қалғандары да болыпты. Алғашында мән бермеген олар кейінірек тергеу кезінде ол сәтті еске алуға мәжбүр болды. Тергеуші Айдананы іздеп үйіне неше мәрте келіп жүріп, күдік тудырылған бөтен зат немесе бөгде жанды байқай қоймады. Келесі бір келісінде Нурик пен Айдананың өз пәтерлеріне түскен фотоға еріксіз сөз тоқтатты. Өмірдің бар асуын бірге асқақ деген екі жас жанары күлімдеп өздерін бақытты сезініп тұр. Құшақтаса түскен екі жұптың ар жағынан түрлі түсті қалың кілем көзге ұрады. Осы сәтте тергеушінің көзі сырғанап барып, төргі бөлмедегі қабырғаға түскенде суреттегі кілем орнында жоқ болып шықты. Мұндағы кілем қайда кеткен деген сауалға Айдана немқұрайлы ескеріп қалған деп шолақ жауап берді. Тергеуші Жомартов әйелді сынаққа алмақшы болғандай әлгі суретті Айдананың қолына ұстатты. Айдана сыр бермеген соң оның артынан із кесушілер салуға тура келді. Тыңшылар көп ұзамай Айдананы анасымен барахолкаға жолға шыққанын жеткізді. 4 сағат бойы олардың артынан жүрген уәкілдер әр қимылдарын бейне таспаға түсірумен болды. Базаршылар бірден кілем сататын қатардағы аралай бастады. Бұл күдік тұманын қоюлата түсті. Және басқа емес, дәл пәтерден жоғалған кілемдей кілемді сатып алғандары тағы да таңданармай қоймайды. Пәтерлеріне оралған олардың ізін ала үйге енген жер тергеуші Жомартов кілем не үшін қажет болды деп сұрақтың астын алды. Ескінің орнына жаңасын алдық деген жауаптан соң тергеуші тағы сұрақ қойды. Ал ескіні қайда жібердің? Айдана ұзақ мүдіріп қалды да, алыс туыстарымызға беріп жібердік деп бөлісті. Оның қапсыз ұққан тергеуші Жомартов сол туыстарына алып бар деп қарсырасты. Алайда өтіріктің құйрығы бірақ тұтам екенін сонда ұққан Айдана мән-жайды айтып беруге мәжбүр болды. Кілемді әлдебір таныстарының үйінен тауып берді. Жуылып тазартылса да арнайы ұнтақ көмегімен кілемнен қан ізі табылды. Жалтауруға жол таппаған Айдана көз жасын көлдете отырып болған оқиғаны бүкпесіз баяндады. Балгел Таро білгірі атанған кемпір де азаматтарды жолдан жаңылыстырғаны үшін заң алдында жауапқа тартылып, өз жазасын алды. Қылмыс әлемінде сирек кездесетін сұмдық оқиғаға осылай нүкте қойылған еді. 10 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын кесілген Айдананың ауыр тағдыры өзгелерге ащы сабақ болса кәне. Құрметті Қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, егер менің әңгімем ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар, және де қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар.